Ассалаумағалейкум, құрметті достар, сіздермен бірге мен Ақниет Нұрланұлы. Бүгін мен сіздерге мына тұрған өзімнің қолдан жасалған инкубаторымды көрсетпекпін. Бұл инкубатор толықтай қолдан жасалған, барлығы тоғы, іші барлығы, қазір соның барлығын сіздерге көрсетемін. Міне достар, мына тұрған бұл деммер деген нәрсе, осы арқылы мен инкубаторды басқарған болатынмын. Бұл инкубаторды мен осыдан 2 жыл бұрын жасағанмын. Тауықпен айналысып жүрген кезде, қазір тауықпен айналысып жатқан жоқпын. Қазір бұл инкубатор қолданыста тұрған жоқ, жай үйде тұр. Міне осы деммер деген нәрсе жарықты көбейтіп азайтады. Бұл инкубатор лампочкамен жылиды. Қазір ішін көрсетемін. Сыртын айта кетейін, мына жерінде 2 әйнегі бар. Ішін көруге арналған, және мұны лампочка. Осы жерде лампочка орнатылған. Міне осындай ең слабый деген тоқты аз жейтін лампочканы орнатқанмын бұл жерде. Және бұл лампочка осылай алынып салынатын қылып, мына жерін осылай тесік қылып жасағанмын. Ал енді ішіне келетін болсақ, іші міне осындай. Міне іші осы кәдімгі алмас алғыштан жасалған. 2 қабатты, ішіне кем дегенде қанша толықтай көп жұмыртқа салып көрген жоқпын. Бір 80 жұмыртқа кетеді ойдың үстіне қатар-қатар салғанда біраз жұмыртқа кету керек негізі. Астына да үстінде де жұмыртқа салып тексеріп көрдім. Мені кәдімгі коробканың ішін осындай теплопол деймі, осындай жылтыр фольгамен қаптадым. Мына осы инкубатордың ішін буландырып тұратын вентиляторы, ішіне су құйып, мына жерлерін кесіп, мына кәдімгі компьютерный вентилятор осыны орнатып жасаған болатынмын. 12 вольтпен кәдімгі зарядка осыны жалғап жасап қосқан болатынмын кезінде бұл инкубаторды. Міне іші осы кәдімгі алмас алғыш жеміс салатын ыдыс, осындай қызыл бір-біріне киіледі, екеуі бірдей. Міне іші осындай. Соңғы рет бұл жерде 1 жыл бұрын ба, 2 жыл бұрын ба жұмыртқа салып шыққан етін. Қазір сіздерге мынаны жағып, градусын азайтып, көбейтіп көрсетем. Міне мынаны бұрасаңыз, жарық азаяды, былай бұрасаңыз, жарығы көбейеді. Ішіне 80 жұмыртқа сияды. Бұл инкубаторды 2 жыл бұрын жасағанмын. Ол кезде тағы бір YouTube каналым бар етін. Ол YouTube каналда қалай жасағанын, барлығын жұмыртқаның шығып жатқан процесін барлығын жасап көрсеткен етінмін. Сол видеоны қазір үзіндісін өздеріңіз көріңіздер. Сәлем достар, бүгін мен сіздерге алдында көрсеткенімдей үйрек жұмыртқаларын инкубаторға салған болатынмын. Солар енді бүгін міне ашып жатыр. Үйректің балапандары. Мына көріп үстері кепкен, міне мұна жаңа шыққан балапан әлі үсті кеппеген жақсы. Мен яқты 3 жұмыртқа қалып, бұлардың ішінде балапан бар. Олар енді ашады. Міне байқап сіздерге көрінемі. Мына жерде кішкене бүртік бар. Ішінен тесіп жатыр міне. Міне достар, өздеріңіз көргендей бұл инкубатор жұмыс жасап тұр. Сізде өзіңізге осындай инкубатор жасап алсаңыз болады. Көп ақша кетпейді, аз ғана ақшаға осындай керемет инкубатор жасап алсаңыз болады. Осымен достар, менің видеом өз соңына келіп жетті. Егер де видео ұнаған болса, арнаға жазылып, лайк басып, қазақ тілді арнаны қолдай отырыңыздар. Келесі видеода көріскенше аман сау болыңыздар.